Келер жылдың жастар жылы ретінде жариялануы түркістандық өрендерге қуаныш сыйлап отыр. Елбасының жастардың жағдайын жақсарту үшін қолға алған шаралары әсіресе енді ғана қолына студенттік кітапшасын алған шәкірттерге мол серпін беруде. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің студенттер қатарына қабылданған жастарымен тілшіміз сұхбаттасып қайтқан болатын. Түркістандағы іргелі оқу орнының басшылығы елбасы жолдауынан кейін жастарға арнайы концерт ұйымдастырып берді. Салтанатты шарада сөз алғандар кейінгі толқынға артылып отырған міндеттерді ерекше айтты. Елбасы жолдауы негізінде білім алып, бәсекеге қабілетті болу керектігін ұғындырды. Ғылымға үлкен бағыт қазір бетбұрыс болып жатыр біздің университетте. Мінекей елбасы бүгін айтқандай, ғылымсыз ешқандай мемлекет дамымайды. Сол себептен келесі жылы 100 миллиард теңге осы ғылымды дамытуға біздің мемлекетімізде бөлініп отыр. Сол себептен мен ойлаймын, бүгін студент қатарына қабылданып жатқан біздің жастарымыз ғылымға бетбұрыс жасап, ғылыммен айналысып, ертең мемлекетіміздің дамуына үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Бұл күні қолына студенттік кітапшасын алып шаттанған шәкірттер алдағы жоспарларымен бөлісіп жатты. Жүрегінде жалын, бойында қуаты тасыған жастардың қуанышы ерекше. Жаңа өмірге қадам басқан ұландардың арманы да асқақ. Біз тек қана қазақ елінің азаматтарымен емес, 15 елдің азаматтарымен араласып, дос болып, сыйласып жүрміз. Әр елдің ұлты басқа, әр елдің өздерінің дәстүрлері басқа. Біз және сол ұлттардың дәстүрлерімен, ұлттарымен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Айтып өтейік, оқу орнында қазіргі таңда 8 мыңға жуық студент қазақ, түрік, орыс және ағылшын тілдерінде білім алады. Олардың қатарында Еуразия құрлығының 16 мемлекеті мен 15 автономды республикасынан келген 30-дан астам ұлт өкілдерінен құралған 1300-ге жуық студент білім алады. Бір шаңырақ астында тату әрі достық пейілмен білім алып жүрген жастар 54 бакалавриат, 30 магистратура және 11 докторантура бағдарламалар бойынша жоғары білім алуда. Университеттің білім беру жүйесі маған өте ұнайды. Өйткені бұлында Мевлана программасы, Орхан программасы мен шет елдерге студенттер жіберілуді. Түркістанның халқының адамгершілігі маған ұнайды. Университетте 22 бағыт бойынша қашықтықтан білім беру технологиясы жүзеге асырылады. Түркияның Анкара қаласында орналасқан орталықта 11 мамандық бойынша 4 мыңға жуық студенттер білім алады. Елбасы айтқандай, халықаралық деңгейде білім беру стандартына сай. Ендігі меже білім сапасын тағы да арттыра түсу. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Нуридин Искаков, Мухан Мұратұлы, Тұран Ньюс.